Логикалық сұрақтар. Бір заводтың директоры болыпты. Оның үлкен ағасы мен кіші бауыры бар екен. Бір қызығы, әр 7 мамыр мерекесі келген сайын тек үлкен ағасы мен кіші бауыры ғана сыйлық алады. Осылай жылда қайталанады. Сұрақ: неге завод директорына ешкім сыйлық сыйламайды? Себебі завод директоры әйел адам. Адамның басынан таңертең кетіп, кешке қайтып келетін нәрсе. Жауабы: жастық. Ол өте жеңіл, бірақ ең мықты адам оны 5 минуттан артық ұстай алмайды. Ол не? Жауабы: дем. Бір бөлмеде 5 қыз жүр. Айша үй жинап жүр. Адина шахмат ойнап отыр. Айдана тамақ пісіріп тұр. Айнұр шашын тарап тұр. Ең үлкен әпкесі немен айналысуда? Жауабы: шахмат ойнап отыр. Күн мен түн немен аяқталады? Жауабы: Н әрпімен аяқталады. Меруерттің анасының 5 баласы бар. Біріншісі Айдос, екіншісі Ерасыл, үшіншісі Аян, төртіншісі Айгерім, бесіншісінің есімі кім? Жауабы: Меруерт. 1 килограмм мақта ауыр ма, 1 килограмм тұз ауыр ма? Жауабы: екеуі де 1 килограммнан тең. Өзенде қандай тас жоқ? Жауабы: құрғақ тас жоқ. Қызықты видеоларды жіберіп алмас үшін подписаться тетігін басыңыз.